Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, оразаларыңыз қабыл болсын. Ауызашардың бүгінгі мәзірінде тауық етін осылай көкөністермен бірге духовкада пісіретін боламыз. Және де қасына осындай тәбет ашарлықтай керемет салата да қоса бірге дайындаймыз. Ендеше видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмай, өткізбей соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен тағамымызды әзірлеуге кірісеміз. Ол үшін бізге осындай 2 сан тауық еті қажет. Тауық етін көріп тұрғандарыңыздай осылай ірі бөлшектерге бөліп турап аламыз. Одан кейін осындай шұңғылдау бір ыдысқа салып, қазір маринадтайтын боламыз. Тауықтың дәмді болып шығуы осы маринадына байланысты. Сондықтан жақсылап көріп алыңыздар. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш және де паприка салатын боламыз. Одан кейін 2 ас қасық майонез қосамыз. Және де 2 ас қасық кетчуп саламыз, немесе кетчуп болмаған жағдайда орнына томат пастасын салсаңыздар болады. Келесі кезекте соя соусынан құямыз. Мен осындай түрін қосамын. 1 ас қасық құямыз, және де бізге 3 тіше сарымсақ қажет. Сарымсақты алдын ала теркадан өткізіп дайындап қоямыз. Мінекей сарымсағымызды салдық. Енді үстінен 3 ас қасықтай сұйық майымызды құйып, енді барлығын жақсылап біркелкі болғанға дейін осы қоспалардың, дәмдеуіштердің барлығы сіңгенге дейін қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Тауықты дәл осы әдіс бойынша маринадтайтын болсаңыздар, піскеннен кейін өте дәмді және де сочный болып шығады. Мінекей дайын. Енді бетін жауып жарты сағат уақытқа маринадтауға қойып қоямыз. Ал оған дейін біз көкөністерімізді дайындаймыз. Менде бұл жерде 1 килограммдай картоп, 1 сәбіз және де 1 пияз. Картопымызды дәл видеода көрсетілгендей осылай ірі бөлшектерге бөліп тураймыз. Картоптарыңыз майдалау болатын болса, 4 бөлшектерге бөлсеңіздер болады. Ал ірі болатын болса, 4-ке немесе 6-ға да бөлуге болады. Мінекей дайын. Енді үлкендеу бір шұңғылдау ыдысқа картопымызды салып аламыз. Келесі кезекте 1 пиязды күнделікті тамаққа турағандай жартылай сақиналап турап алсақ болады. Мінекей дайын. Енді жаңағы картоптың үстінен саламыз. Одан кейін біз сәбізді тураймыз. Сәбіздің көлемін ірі етіп тураймыз, бірақ өте жұқа етіп тураңыздар, өйткені сәбіздің пеште пісуі кішкене ұзақтау болады. Сол себепті жұқалау етіп турап аламыз. Сәбізді де жаңағы көкөністеріміздің үстінен салып аламыз. Енді қазір дәміне қарай тұз қосамыз. Тұзды қатты көп қоспаңыздар, өйткені жаңағы тауықтың да маринадының тұзы бар. Және де кішкене қара бұрыштан саламыз. Енді картопымыз, біздің көкөністеріміздің түсі кішкене сарғыш болып тұру үшін куркумадан аздап қоссаңыздар болады. 2 немесе 3 ас қасық сұйық май қосып, барлығын жақсылап жаңағы тұз дәмдеуіштері сіңгенше араластырып аламыз. Енді пісіретін форманы дайындаймыз. Менде осындай пештің өзінің 4 бұрышты формасы. Формаға бірінші фольганы төсеп алатын боламын. Бірақ бұлай астына төсеу міндетті емес. Бірден табаны майлап жаңағы көкөністерді сала берсеңіздер болады. Енді бұл фольганың үстінен де кішкене сұйық май жағамын, өйткені көкөністеріміз жабысып қалуы мүмкін. Сол себепті кішкене 1-2 ас қасықтай сұйық майды құйып жағып алыңыздар. Енді бірінші көкөністерімізді салып осылай жайып аламыз. Одан кейін үстінен маринадталған тауық етін саламыз. Құрметті көрермендер, менің каналымда үнемі осындай қазақ тіліндегі пайдалы видео рецепттер шығып отыратын болады. Жіберіп алмас үшін төмендегі подписация батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Мінекей тауығымызды орналастырдық. Енді форманың бетін міндетті түрде фольгамен жауып аламыз, өйткені қазір пісу барысында беттері тез қызарып кетпеу керек. Енді 180-200 градуста 1 сағаттай пісіріп аламыз. 1 сағат өткеннен кейін формамызды пештен алып шығарамыз, және де бетіндегі фольганы алып тастаймыз. Сондай-ақ алып тастағаннан кейін осылай беті ашық күйінде тағы да жарты сағаттай пісіреміз. Сол кезде беті кішкене қызарып, әдемі болып толықтай пісіп шығады. Мен бұның қасына қосымша күрішті гарнир ретінде пісіріп алдым. Егер қаламасаңыздар, құр өзін жей беруге болады.
Мінекей 1,5 сағаттың ішінде біздің тауық етіміз көкөністермен бірге көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, өзінің шырыны мол болып бөлініп, керемет болып пісіп шығады. Енді иісі деген бүкіл бөлмені алып кетеді. Тәбет ашарлықтай керемет болып тұр. Мінекей іші барлығы толықтай жұмсақ болып пісіп шыққан. Енді дайын тағамымызды гарнирмен бірге дастарханға ұсына берсек болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдеп, осылай дастарханға ұсынсаңыздар, отбасы мүшелеріңізге міндетті түрде ұнайтын болады. Енді бұл тағамның дәмі сөз жоқ керемет болады. Тауықтың маринаты ерекше, өзінің бойынан шырыны бөлініп, керемет дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ал енді осы тағамның жанына керемет дәмді тәбет ашарлық салат дайындайық. Барлығы да балғын көкөністерден дайындалады. Ең алдымен қиярымызды осылай екі жағын алып тастап, екі бөлікке бөліп, оны тағы да бөлеміз, және де видеода көрсетілгендей осылай ұсақ бөлшектерге бөлеміз. 4-ке немесе 6-ға бөлсеңіздер болады. Осылай ұзыншалап соломка етіп турап аламыз. Бұл салат өте оңай әрі жылдам дайындалады. Ештеңені қуырып пісіріп отырмайсыз. Барлығын турап араластыра саламыз. Мінекей қиярымыз дайын. Енді қызанағымызды тураймыз. Қызанақты осылай бөлшектерге бөліп алып, ішіндегі жұмсақ бөлігін міндетті түрде алып тастаймыз. Өйткені қатты салатты сулығып жіберуі мүмкін. Алып тастағаннан кейін осылай қызанағымызды да соломка етіп ұзыншалап турап аламыз. Мінекей дайын. Енді ыдысымызға салып аламыз. Келесі кезекте бізге бағдаршам бұрыштары қажет. Мен сары және де қызыл түсін алдым. Сіздер қалаған түстеріңізді алыңыздар. Бұл бұрыштың барлығын қоспаймыз, тек қана жарты бөліктерін қосамыз. Мінекей сарысынан жартысын және де қызылынан жартысын. Енді бұл тәтті бұрышымызды да дәл жаңағыдай ұсақтап, соломка етіп ұзыншалап турап аламыз. Құрметті көрермендер, менің видеоларымды жай ғана тамашалап отырмай, өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді лайк арқылы білдіріп, маған қолдау білдіріп қойыңыздар, және де төмендегі поделиться батырмасын басу арқылы басқа да әлеуметтік желілерде видеоны бөлісіңіздер. Келесі кезекте біз сәбізімізді осындай арнайы кәріс салатына арналған теркадан өткізіп аламыз. Мінекей сәбізіміз дайын. Енді 2 немесе 3 тіше сарымсақты біз теркадан ұсақтап өткізіп аламыз, немесе майдалап турасаңыздар да болады. Қалауларыңыз бойынша аскөк қосасыздар. Мен аскөктен укроп қосатын боламын. Көк пиязды турап салсаңыздар болады. Салатымыз дайын болып қалды. Қазір енді керекті дәмдеуіштерін қоссақ болғаны. Мінекей кішкене дәміне қарай тұз саламын. Жарты шай қасықтай қоссақ болады. Кішкене қара бұрыштан саламын, және де паприкадан саламын. Қаласаңыздар кішкене ащы бұрыштан салсаңыздар болады. Мен осындай чили бұрышынан салдым. Одан кейін осындай соевый соустан біраз қасық қосамыз. Сұйық майды міндетті түрде газге қойып ысытып аламыз, және де ыстықтай осы салатымызға құямыз. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Май әзірше ыстықтау болғандықтан бірінші қасықтың көмегімен араластырамыз. Одан кейін қолымызбен жақсылап кішкене мыжғылап араластырамыз, өйткені сәбіздің көлемі біршама басылу керек. Мінекей осымен біздің керемет тәбет ашарлық салатымыз дайын. Кез келген қонақ дастарханыңызды абыроймен атқарып шығаратын салат деген сенімдемін. Жасап көріңіздер, сіздерге міндетті түрде ұнайтын болады. Осымен тағамымыз дайын. Видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Каналға төмендегі подписаться батырмасын басып тіркеліп, төменде өз пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар.